Ибрахим пайғамбардың ұлы Исмайыл алыста жүріп үйленіпті. Бұл хабарды естіген әкесі бір күні ұлын іздеп келеді. Келсе, үйінде ұлы жоқ. Жас келін бейтаныс ақсақалды есік алдынан қарсы алады. Бірақ ол үйіне келіп тұрған өзінің қайын атасы екенін білмейді. Ыстық күнде шөл қысып, әбден бейнет көрген қарияға келіні: «Жолдан шаршап келдіңіз ғой, үйге кіріп шай ішіңіз», деп ишара ізет білдірмейді. Көңіліне кірбің ұялаған пайғамбар одан тұрмыс жағдайларының қандай екендігін сұрайды. Келіншек жоқтан өзгені аузына алмайды. Сырт көзге сыр білдірмей, үнсіз тыңдаған қария аттанарында: «Күйеуіңе айт, үйдің босағасын ауыстырсын, сонда ғана тұрмысы түзеледі», деп кете барады. Сөз астарын түсінбеген әйел күйеуіне көрген білген жайдың бәрін қалдырмай баяндап береді. Исмайыл келіп кеткен өз әкесі екенін, оның келініне көңілі толмай ренжіп қайтқанын іштей түсінеді. Үйдің босағасын ауыстыр дегені, әйеліңді ауыстыр дегені екенін дегеннен ұға қалды. Арағыда жылға жуық уақыт өтеді. Ибрагим пайғамбар ұлын тағы да іздеп келеді. Баласы тағы да үйінде болмай шығады. Бұл жолы әлгі ақсақалды бейтаныс келіншек күтіп алады. Көрегенділік танытып, өз әкесіндей құрмет көрсетіп, сыйлайды. Жол соғып қалжырап келген қарияны төріне шығарып, дәм тұзын ортаға салады. Тұрмыс тіршілігі жайлы қойылған сұрақтарына көп ойланбастан, «Құдайға шүкір, Алланың бұйыртқаны болып жатыр», деп жауап береді. Күйеуінің қандай адам екенін сұрағанда, оның иманды, еңбекқор, адал азамат екенін айтып, ризалығын білдіреді. Мынадай жауапқа жаны жадыраған Ибрахим пайғамбар аттанарында: «Күйеуіңе сәлем айт, үйдің босағасын берік ұстасын», деп жүріп кетеді.